Бүгін сіздерге домбыраны өте оңай, өте ыңғайлы әдіспен жазылған схемалармен таныстыратын боламын. Алдымен қалай тарту керек қысқаша түсіндіре кетейін. Схемадағы үстіндегі санды үстіңгі шектен басамыз. Астыңғы санды астыңғы шектен басамыз. Екі сан бір қағыс болады. 0 болса ешқандай перне басылмайды. Тау сияқты белгі төменге тартамыз деген белгі. Ағылшынша әрпі жоғарыға тартамыз деген белгі. Астындағы буыны болса бірге қосып айтамыз. Перне ең жоғарыдан бірден бастап саналады. Перне басқанда астыңғы сызықтың алдынан басамыз. Өзімізге ыңғайлы саусақтармен басамыз. Ал енді әндермен таныс болыңыздар. Беу-беу әні. Жастарға арналған ән бағасы 600 теңге. Домбыра енді бастап жатқандарға келмейді. Тартып жүрген адамдарға. Келесі ару ана әні. Бұл әнді бас бармақпен тартамыз. Алғаш үйренуге тамаша келеді. Бағасы 600 теңге. Қазақ осы әні. Бұл да домбыра 0-ден бастайтындарға келеді. Бағасы 600 теңге. Домбыра тартып жүргендерге басқа да сенің көзің, жақсы адамдарым, алғыс әндері бар. Өзіңізге ұнаған әндерді алу үшін төменге жаза кетіңіз. Үйренген адамдардың нәтижесін қазір көрсететін боламын. Баршаңызға сәттілік.